ренжімеуге тағы да бір мысал айтқым келіп отыр. Лайфхак дейінші, лайфхак айтқым келіп отыр. Ол былай. Мысалға сіз өзіңіз жаңағы бала позициясына түсіп қала бересіз, көп адамдардан әр нәрсені күтіп қаласыз, ол адамдар сіздің ойыңыздағыдай жасамағанда сіз ренжіп қаласыз, осы кезде сіз былай жасаңыз. Сіздің өзіңіздің жаңағы ойыңызда бір ересек позициясындағы бір адамдарды табыңыз. Мысалға ол президент бола ма, жоқ әлде ол актер бола ма, жоқ әлде ол жаңағы блогер бола ма, білмеймін. Мысалға, мен көп жағдайда жаңағы Балқия Балтабайды, біз әйел қауымдар көп Балқия Балтабайды айтқанды жеңіл көреміз. Мысалға, Балқия Балтабайдың алайғы сіз мысалға сондай бір состояние түсіп қалдыңыз, біреуді жаңағы көрдіңіз ағына, то есть біреуді бірдеңе күттіңіз, ол болмады, ренжіп қалдыңыз. Осы кезде сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз, менің орнымда Балқия Балтабай болатын болса, не істер еді? И сразу жауап шығады. Балқия Балтабай ондайға ренжімейді. Ол сол нәрсені күтіп отыр ма? Күтпейді да, өзі тапсырыс беріп алдыртады. Яғни сіз уже жауапты тауып алдыңыз. Енді осы жауаппен жұмыс жасаңыз. Кімді өзіңіз, мен сізге Балқия Балтабайды қой деп отырған жоқ, мен мысалмен айтып отырмын да. Кімді қойыңыз еді, даже президентті қойсаңыз болады. Өйткені президент бүткіл елді, біздің елімізді басқарып отырған ересек позициясындағы адам да. Вот солай кімді болса да, сіз үшін кім ересек позициясында? Тіпті сіз өзіңіздің жақыныңызда, жаныңызда жүрген бір адамдар да бар шығар. Маңызды емес, самый главное, сіз соны, менің орнымда соны не істер еді? Кез келген бір шешім таба алмай отқан жағдайда болсын, не только ренжу, сондай ситуацияға қойыңызшы, менің орнымда ол не істер еді? И сізден жауап шығады. Сол жауаппен ары қарай жұмыс жасаңыз. Иншалла, сол ситуациядан шығатын жолы да көретін боласыз.